Аэропортта міне Сәкеңмен Оралға кетіп бара жатырмын. Сәкең не екен? Прикол істеймін Сәкеңге. Қалай Сәкең амансыз ба? Документтердің бәрін алдық, мынау керек бола ма? Не дейін? Сәкең? Ол үшін біз қалып қойдық, короче. Регистрация бітіп қалған ғой. Қойшы. Бітсе біткен шығар, бұл адамдар қанша адам шығады. Ойнап айтады. Не орындайды, кетші. Болай, тез самолеттен қонымыз кетіп басайды. Бір шамалы кішкене бір самолеттегі ауыстыратын киім алып алдыңыз ба? Серьезно, да? Енді бұл мына киімді ауыстыру керек қой, жолға шығып барады, кішкене ауыстырмайсың, нормальный киім емес. Әңгіме киімде емес мына. Мына киімнің ішінде мәселе. Ода киім жоқ десеңші сразу. Жоқ қойған бәрін. Сен де осы киімді киген күні видео түсіріп едің, кетші. Давай кетіп басайық. Кеттік па? Ал жол болсын Сәке. Сәкең екеуміз кеше көрген машинаға келе жатырмыз. Сәке қалай? Кетші түсірмейшесің. Кетші бұл. Сәке орысша жаза, орысша. Саған сеніп қадым, мен сен өтпейсің бе? Орысша нөлмін ғой? Мына кісі сияқты ғой. Тұр ғой. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, по объявлению? Да. Объявление. Ну вот, машина после отца осталась. Надо продать. Это что, надо. Ай, тут В общем, машина 80-го года, но пробег 50 тысяч. Все родное, все идеально. Әкесі мәшесі болған дейді. 80 жылғы дейді мынау. Бұны мәше қалай жанып тұрған? Все родное. Әкесі родной деп тұр ма? Тұра че, кетші ғой. Даже сиденья итальянские. 80-го года машина, 40 лет. Посмотри, какое состояние. 80 жылғы дейді, 41 жыл болған. Бір царапина жоқ мәшеде. Болмасына 80 жылғы жеттірін шырам болған. Шын көріп қарайыншы. Все, Сәкен? İçinde bir ucuk bakayım karan kalk. Karamayız mı benim başım? Keçin sen şimdi ben. Ya şey na alın bu akbit edem na akbit ege. А это сколько просишь окончательно? Миллион дейді. Айтсаңшы скидка жасаймын екен. Арзандат деген алайын ғой. Қалай айтады? Скидка деп айтсаңшы скидка. 50% скидка будет, да? Какие 50%? Айтшы, мен сізді зорламайын, өзім бағасына берсін. Я могу скинуть, но не больше. Я тебя зорлал ма? Короче, қаншаға аласың? Сен қанша сөйлесің бе не? Мен қазақша түсінемін, орысша да сөйлеймін. Ой, біздер ақтыр көк көріп отыр қой, шырам айтпайсың ба? Қаншаға аласың, значит? Қанша дегенде сол миллион деп тұрсың ғой енді. Иә. Окончательно 900-ға бересің бе? Иә, окончательно ол. Все, онда 900 болса, біз де қатырамыз, бір орысты сөйлеп кетіп. Оригинал үшін. Болды, түсіндім. Сен оригинал сияқтысың ғой, өзімізді қарапайым қазақтың орыс жігіт екен. Ойбай. Сөйлейміз ғой, сөйлейді екенсің ғой. Аласың ба? Болды, аламыз онда. Все. Болды онда. 900 ба? Иә, 900. Болды онда. Кеттік жүр, ақшасын сәлем. Все. Ой, жақсы болды. Моторын ашып бірдеңе қылмайсың. Жоқ, қарайтын ештеңе жоқ, нормально бәрі істеп тұр. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keçі есмірсің. Мобилография дейтін үйреніп алғанмын. Одан да орыс үйренші, жаңа қойдық қой. Мобилография, сабилография дейді. Электр үйрен, кран өшік үйрен. Keçі ғой. Аға, мен анау бәрі, короче, күшті екенді бар ғой. Одной мен түрген. Ал енді, аға, давай тездетейік, оны кеш батпай жетіп алайық Алматыға. Мынау мен жеткенше 4 кеш батады, сен білесің бе? Давай кеттік, басайық. Ойбай. Ал, жол болсын, Сәке. Ал, давай. Алашқа, давай. Ремін тақшы.